Айжан. Алдымен осы тақырыпқа көшпес бұрын менің өмірімде болған бір оқиғаны сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Алдарыңызда. Сара, не ол, Шарик? Нұржан Еркінұлының қызы. Қазір Мегада Тимати келейін деп жатыр. Біз тура осы сәтке түсіп қалғанбыз. Осы сәтке түсіп қалғанбыз айтамын да, Тимати. Black Star. Енді келем. Жоқ, енді келейін деп жатыр екен. Адамдардың бәрі соны күтіп тұр. Ана жаққа бізде қазір Нұржан екеуміз Тиматиді көріп қалсақ, амандаса салайық. Ол Тимати келетінін Алматыға білмеймін деген. Бірінші рет оны біліп тұрмын, бірінші рет көрдім. Жай ғана Мегаға келе салсам, басқа адамдармен кездесуге қарасам, оның бутигінде Black Star фан встречасы, бүкіл адамдар соны күтіп тұр екен. Оны мен суретке түсіп алғаныма өте қуаныштымын. Достар, ойда жоқта Тиматиді кездестіріп, онымен суретке түсу менің күнімді тіпті жадыратып жіберді. Және де ол көптеген ойларға жетеледі. Яғни адамның танымалдылығы, оның бір белгілі бір жетістікке жетуі сонша есе басқа адамдарды өзіне тартады. Алайда бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ рэпі жайлы, және де мен оны басқадан кем жақсы көрмеймін. Сондықтан сіздерге бүгін менің өзімнің ең сүйікті рэперлерімді және де олардың әндерін таныстыруды жөн көрдім. Деген адамдардан естіп жатам, яғни Ерболат Құдайбергеновті алғашқы қазақ рэпері деп жатады. Алайда мен бұнымен кішкене келіспеймін, өйткені меніңше рэпер деген ол тек қана студияда, яғни рэп жанрында айтатын адам емес. Меніңше рэпер деген ол өмір сүру образы адамның, яғни оның стилі, оның жалпы ішкі болмысы рэпер болу керек. Ол себепті Ерболатты мен кішкене рэпер деп айта алмаймын, алайда оның рэп жанрындағы кейбір әндері маған ұнайды. Мысалы, Ләззат алауы, бойжеткен деген сияқты әндері өте әдемі. Сүйгенерім, сүй жаным, сүйкімді бір күйге бөленемін. Жүрегіміз жақыннан бірге соқсын, ағытшы көйлегіңнің түймелерін. Сүй жаным, сүйе бер кім біледі, бір кезде еске аларсың. Жалпы өзінің ішінде қайнап жатқан заңдары мен рэп батылдары бар нағыз рэп әлемін Шыңғыс ашты. Шыңғыстың және де бүкіл Ашқазақ про тобының орындауындағы маған ұнайтын ең сүйікті әндер өте көп. Оның ішінде Мәңгілік муза, Екі жүрек және де Қош бол. Ал ең ұнайтыны әрине ол Кербез. Уақытша қуаныш және де пендені жылататын зұлым күш. Өмірге жылап келген соң жылап кетем бе? Неге ешқашан көктемеймін көктемде? Өкініш тамыры бойлаған соң тереңге, мәңгілік музам болып қаласың жүрегімде. Келесі Жақау. Жақаудың жалпы маған ұнайтыны ол сөз құрамы, сөз ұйқастары, жалпы сөз саптау маған өте қатты ұнайды. Және де нағыз бір бұрынғы ежелгі жыраулардың заманауи бір келбеті сияқты. Ең ұнайтын әндері ол Сенің бейнең, Қарлығаш және де Ризамын. Сенің бейнеңді көріп, түн ұйқымды ұрлатқанмын, барда шығар кінәм, бәлкім кінәм тек ұнатқаным. Жүрегіме тұрақтадың, астын алып сұрақтадың, сенің күліп қарағаның болсыншы жұбатқан. Келесі қазақ рэпіндегі елеулі орындардың біріне ие, меніңше Шоқан. Шоқанның бүкіл шығармашылығымен таныспын деп айта алмаймын, алайда маған ұнайтын оның бір өлеңі бар, ол Сүйем деп аталады. Жүрегімнен шыққан сөздерді жүрегіңе жақындат, көп әдем әңгімемен барамын саған жақындап. Жаным сені сүйем десем кетесің алыстап, сол үшін саған сен жай ұнайсың деймін алдап. Көздерің неткен мөлдір бұлақ суындай анық. Келесі сүйікті рэп тобым, оның аты Джихад. Меніңше Джихад қазақ рэпінде ойып тұрып орын алған рэперлердің бірі. Бірақ маған Джихадтың бірақ ән ұнайды, оның аты Түн. Оның бейнебаяны, жалпы өлеңнің деңгейі өте жоғары, және де мен оны қайда жүрсем де тыңдай аламын. Тіпті 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін де меніңше бұл ән маған өте қатты ұнайтын. Жиналы бір қора жұрт шырмауында, интернеттің үйректің аузында қыздарыңды билеттің. Жастар арасында жаман ой тарады, дәрежелі адамдар кім болып барады. Оянды шыныштек. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті рэперлерімді, әндерімді айтып бердім. Егер де заманауи сондай жақсы бір қазақ әндерін таба алмай жүрсеңіздер, міндетті түрде
тыңдап көрүңүздөр. Және де егер де өздеріңізде осындай әндер болса, өтінемін бөліссеңіздер пікірлерде, өйткені мен әрқашанда осындай әндер іздеп жүрем. Сәлем достар, менің атым Айжан, сіздермен қайта Сәлем достар, және де әрине кербез. Тарам-там-там-тарам. Неге бір дұрыс суреттерім жоқ қазақ рэперлері? Төбеде Айшамы, Байжаны. Видеоға және де менің күшігіме лайк қойып ұмытпаңыздар. Менің арнама жазылыңыздар. Келесі кездескенше.